Шоғырланған оқыту технологиясы, заманауи тиімді әдістер семинар тренингі. Нөмірі 36-шы Еркеназ бөбекжай балабақшасы, сәуір айының 12-ші жұлдызы, 2023 жыл. Кейінгі жылдары еліміздің мектепке дейінгі білім беру жүйесі өте өзекті, қарқынды өзгеріске толы. Әсіресе қоғамның басты талабы жан-жақты, бейімді, қабілетті балаларды дайындап шығару. Осыған орай, Шымкент қаласындағы нөмірі 36-шы Еркеназ бөбекжай балабақшасында шоғырланған оқыту технологиясы, заманауи тиімді әдістер тақырыбымен семинар тренинг өтті. Дана бала жобасы аясында ұйымдастырылған бұл шараға қаламыздың мемлекеттік балабақшаларынан 100-ге жуық педагогтар, меңгерушілер мен әдіскерлер қатысып тәжірибе алмасты. Сыңғыр боламын. Ал әдемі әуеннің күмбірі мен боламын, балалар. Күмбір мен сыңғыр келді. Я, балалар, бізге әсем әуен тағайына. Сәлем етсене күмбір сыңғыр. Сендер көргенде біз қуаныштымыз. Біз де сендер көргенде қуаныштымыз. Балалар, сендерге тосын сый жасаған ұнайды ма? Олай болса, біздің сиқырлы кілемшелер арқылы, сиқырлы іздер арқылы бәріміз сиқырлы әндерге барайық. Ойнайсыңдар ма, балалар? Олай болса, біз кілемшемен өтіп, әлем сиқырларына барамыз ба, балалар? Олай болса, күмбір сыңғыр, сендер біз қалай секіретінді көрсетіңдерші, біз де сіздерге қарап секірейік. Жарайды балалар. Бір көрсеткен нәрсені тез қағып алады екенсіңіздер. Біздер балалар өте ақылды. Ойынды да керемет ойнаймыз, балалар, Ал, балалар, олай болса, біз сендер осы кілемшері арқылы сендер әдемі әуендерге бара аласыңдар, балалар. Бірақ біз сендермен қоштаспаймыз, балалар. Семинардың ашылуында Шымкент қалалық мектепке дейінгі дамыту орталығы директорының міндетін атқарушы Салтанат Өтемісова құттықтау сөз сөйлесе, Дана бала жобасының жетекшісі Жеңіс Қоздығарина бала тәрбиесіндегі бұл маңызды жиынның мақсатына, бағыт-бағдарына тоқталды. Мұндағы мақсатымыз өзіміздің жаңағы әдіс тәсіл алмасу. Шымкент қаласындағы балабақшалар мінекей қазіргі таңда үлкен Дана бала жобасы іске асырылып жатыр. Жаңа басқарма басшысы Жанат Арысбектің айтқанда 500 балабақшаның бәрін қамтисыңдар, осы Дана бала жобасы бойынша жұмыстарыңды атқарасыңдар деген тапсырма берілді. Сондықтан тек қана мемлекеттік балабақша емес, сонымен қатар бүкіл жекеменшік балабақшалар да қамтылып, осы Дана бала жобасы бойынша жұмыстарын атқару. Ол не деген себеп? Ол деген себеп, демек осы Дана бала жобасы арқасында біз балалардың жаңағы тәрбиелік деңгейін арттыру, сапасын арттыру, оларға тәлім тәрбие беру негізінде қаншалықты балалардың көрсеткіші жоғары деңгейге жетіп атқаны, тәрбиешілердің жаңағы істеп атқан жұмысының сапасының көрсеткіші. Осы мақсатта біз осы жобаны ары қарай өркендетіп, жан-жақты Шымкент қаласының жақсы атағын шығару. Енді сол жетістікке жетейік, сол істеп отқан мектепке дейінгі мекемедегі өзіміздің балаларға тәрбиеленушілерге беріп отқан тәлім тәрбиеміздің сапасын көрсетейік, соған жетейік. Біздегі шыққан бүлдіршіндердің соншалықты кереметтігін жан-жақты, жаңағы міне өз тақырыптың өзі қандай керемет, жан-жақты технологияны қолдана отырып, заманауи технологиясын қолдана отырып, өздерінің іс-әрекеттерін көрсету барысында тәрбиешілердің жұмысының қаншалықты көрсеткіші керемет екенін көрсету барысында жұмысымызды іске асырып, іске сәт деп жұмысымызды өркендете берейік. Бүгін біз 36-шы Еркеназ бөбекжай балабақшасында шоғырланған технология,
оқыту тиімді әдістері тақырыбында семинарға келіп отырмыз. Семинар тренингке бұл жердегі алған әсер балалардың шығармашылықтары, балалардың зерттеуге деген құштарлықтары, олардың қызығушылығы және де ата-аналармен бірлескен жұмыстардың нәтижесін көріп отырмыз. Өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда біздер ата-аналарды осы мектепке дейінгі ұйымға көбірек тарту барысында жұмыстарды жүйелі қолға алып жатырмыз. Соған байланысты дамыту модельді жүзеге асыру барысында біздің ата-аналарымыз жақсы бейімделген. Қандай да іс-әрекет болсын, ол тәжірибе жасау болсын, немесе олар ертегіні балаларға айтып беру болсын, сол бағыттардың барлығында өздерін жақсы жақтарынан көрсетіп, балабақша деген жағымды әсерлер алуына толыққанды мүмкіндік жасалғандығын көрдік. Сондай-ақ, семинардың осында өткізілуінің себебі Еркеназ Бөбекжай балабақшасы қаламыздағы іргелі, үздік мекемелердің бірі. Мұндағы 555 балақайға 63 педагог тәрбие береді. Ой, балалар, біз ұшып келіп те қалыппыз, кәдімгі түсеңші балалар. Қандай керемет балалар. Қараңдаршы, аспанға, қараңдаршы, ғарышқа яңғап болдық, жарайсың. Аспанға қараңдар, жұлдыздарымыз, ғаламшарларымыз тұр екен. Не деген керемет балалар, не деген керемет ғаламшарға пайда болды. Ал балалар, енді көріңдерші кәні. Алдарына қалман тұрмаңдар, қонақтарға көрініп қалсын. Балалар алдына тұрмаймыз. Кән? Бұл? Бұл жерден табылған жалғыз ғаламшар. Дұрыс айтасың. Аяна, бұл жер екен. Жер жалғыз тіршілік көзі бар ғаламшар. Балалар қараңдар, мына көк түстінің бәрі ол біздің ғаламшарымыздағы сулар екен. Ал қоңыр түстінің бәрі ол біз тұрып жатқан құрлықтар екен балалар. Балалар қараңдаршы, біздің жеріміз осылай тоқтаусыз күні бойы 24 сағат бойы, тәулік бойы осылай айналып тұрады екен. Қараңдаршы балалар. Бұл күнге егер ұзақ уақыт қарап тұрсаңыз, көзіңіз күйіп қалу әбден мүмкін. Я, дұрыс айтасыңдар. Балалар, күн өте ыстық екен. Оны көзді қорғаусыз қарасаңдар, ұзақ уақыт көздерің күйіп қалу мүмкін екен. Сол үшін күннің ыстығы өте ыстық екен балалар. Ол күннің нұры бізге жылуын әрдайым шашып тұрады екен, я балалар. Еркеназ Бөбекжай балабақшасы жыл сайын педагогикалық жаңа әдістерге сай түрлі ашық сабақтар, таңертеңгіліктер, мерекелік іс-шараларды жоғары деңгейде ұйымдастырады. Айта кетейік, ізденісі мол ұжымның ұйытқысы, педагогтардың тату бірлікпен жұмыс атқаруына сеп болып отырған балабақша басшысы Перизат Есенқызының еңбегі ұшан теңіз. Бүгінгі Еркеназ Бөбекжай бақшасында интеллектуалдық дамыту орталығында ұйымдастырылып отырған шоғырланған оқыту технологиясы, заманауи тиімді әдістер тақырыбында семинар тренингке қош келдіңіздер. Келгендеріңізге әрқашан қуаныштымыз. Жалпы семинар барысында ұстаздар жаңа серпін алып қайтты. Мұнда ұрпақ санасына білім нәрін себумен қатар тәрбиеге де баса мән берілді. Бала ойын түрінде ұлттық музыканы да, электрониканы да меңгеріп, өмір сүру дағдыларына епті, ерекше ойлай білуге бейім, әрі белсенді болуы қажет. Баланың таным кеңістігін арттыру үшін заманауи тәрбиеші қандай болуы керек? Міне, семинар тренингте тақырыпқа сай шоғырланған оқыту технологиясының қыр-сыры түсіндірілді. Еркеназ балабақшасында шоғырланған технологиялар, яғни заманауи тиімді әдістерді пайдалану арқылы семинар тренинг өткізіліп жатыр. Жалпы Еркеназ балабақшасының жұмыс жасап жатқанына 10 жылдың үстінде екендігі көрініп тұр. Қазіргі мынау интеллектум дамыту орталығында балалардың жасаған көп тәжірибелік жұмыстарына өте риза болдық. Себебі теориялық білім мен практикалық білімдерін ұштастыра отырып, балаларға
өте жоғары деңгейдегі ұйымдастырылған іс-әрекетті өткізді. Іс-әрекетті жүргізу барысында бірнеше іс-тәжірибелер жасады. Ол жерде балалар күнделікті осы жұмыспен айналысып отыратындығы көрінеді. Тәрбиешілердің өз жұмысына жауапкершілікпен қарағандығы және баламенен ортадағы қарым-қатынастарының жақсы екендігін байқадым. Және балабақшадағы жалпы осы аталған семинар тренингті ұйымдастыруды балабақша меңгерушісі тарапынан да жауапкершіліктің жоғары екенін көріп, мен өзім өте риза болып қалдым. Дана бала жобасының да негізгі мақсат міндеті ойы жүйрік, зияткер, өнерлі әрі дарынды 5 жастағы балаларды өсіру. Семинар соңында ұстаздар кері байланыс орнатып, өз құнды пікірлерін ортаға салды. Бұл жерде лего ойыны өте қатты ұнады маған. Балалар өздері бір кранды құрастырды. Келесі сабағым іс-әрекет. Гүлжазира Айтжанқызы мен Бегайым Серікқызының сабағына кірдім. Бұл жерде мамандықтар әлемінде балалар мамандық туралы барлық өздерінің білгендерін айтып, бұл сабақта да кемшілік көрмедім. Тәрбиешілерге өте алғысымды білдіремін. Жол ережелерін, қауіпсіздіктерін туралы ойын ойнады. Аспаз әртүрлі мамандықтар иелері туралы бізге көрсетіп берді. Жалпы балақша-бақшаға ең алғаш кірген кездегі аулаларыңыздың жұмысы өте керемет. Ол әрине сіз меңгерушісінің жұмысыңыз. Оны айтпай кету мүмкін емес. Жасалған мүсіндер, гүлзарлар, ойын алаңдары бәрінің түстері бір-біріне үйлесімді, балаларға ыңғайлы, өте керемет екен. Балаларыңызға жасалған барлық іште жасалған арнайы спорт залдар, музыкалық залдарыңыз, қызметкерлеріңіздің бәрі өз мамандығы, өз бір-бірін қолдап демеп жүр. Семинар барысында мен ең бірінші музыка пәнінің мұғалімінің сабағына кірдім. Сәл кешігіп қалдық, содан сабақтың ортасына кірдім. Балаларымыз өте керемет. Тіптен барлығы өздері біліп, өздері орындап. Мен бұл жерде айтып кетедім, сізді өз-өзіңіздің ұстау мәнері. Дауысыңыздың ырғағы бір қалыпты емес, жаңа жоғары төмен, нағыз мұғалімге, нағыз тәрбиешіге, ұстазға тән сол жағын айтып кеткім келеді. Маған ол жерде текшелермен істеген ойыныңыз кез келген пәнге түрлендіруге болатын өте қарапайым ойынның бір түрі, бірақ ерекше. Қолда бар зат, қолда бар дүние, ол басқа сабақтар болсын, жаңағы физкультура болсын, саз болсын, таным болсын, қай сала болсын кіріп кіре беретін. Сол әдісі өте қатты ұнады. Бұл жерде менің көргім келген нәрсені көре алдым. Себебі барлық жұмыста, барлық топтарда балалардың әрекеті көрініп тұр. Бос тұрған бала жоқ. Топтық жұмыстар арқылы жүзеге асты. Осы берілген тапсырмалар арқылы балалардың барлығы коммуникативтік тілдік дағдыларда, сонымен қатар жаңағы физикалық дағдылар барлығы осы біздің үлгілік оқу бағдарламасындағы көрсетілген дағдылардың бәрі қамтылды деп ойлаймын. Осы заман талабына сай бүгінгі оқу әрекеті барысында дағдыларды баланың бойына қалыптастырылды. Перзат Есенова жұмысына текеліме деген тәрбиешілердің барлығы өз әрекеттерін толыққанды көрсете алды. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Бүгінгі іс-әрекеттеріңізге жоғарылаған оқыту технологиясы заманауи тиімді әдістер тақырыбында өткізілген семинар тренингке тәрбиеленушілердің танымдық, шығармашылық, зерттеу іс-әрекеттерін дамытуда көрсеткен жоғарғы жетістіктері, өскелең ұрпаққа тәрбиелеу мен оқыту қызметі мен мол тәжірибесі үшін 36-шы Еркеназ бөлімше балабақшасының тәрбиеші Беймырзаева Айзада Тұрсынова Анабияева Ақтолқын Қалдыбайұлы. Бақша логопеді Ахметова Дариға Дүйсенбайұлы. Бақша тәрбиешісі Оразбекова Замира Сейітовна. Музыка жетекшісі Кемешева Мөлдір Гүлмабайұлы. Дене шынықтыру нұсқаушысы Ахпамбетова Гүлмира Абдуманатовна.
дене шынықтыру нұсқаушысы Абилов Нұрғалидин Сидорасилович. Тәрбиеші Набиева Бегайым Сириковна. Тәрбиеші Смайылова Лязат Оразбековна. Біз енді бәріңізге белгілі, біз жақын арада Тұран ауданына өткен болатынбыз. Сол Тұран ауданының әкімшілігі наурыз өткізген кезде тағы да бір іс-шараларда шақырып біздің балалар сол жақта өздерінің өнерлерін көрсеткен болатын. Сол Тұран ауданының әкімшілігінің атынан біздің бірнеше қызметкерлерімізге грамота ұсынылған екен. Сол грамоталарды, алғыс хаттарды табыстауға рұқсат етіңіздер. Алғыс хат құрметті Құлмырза Гүлжазира Айтжанқызы, егемен еліміздің болашақ ұрпақтарына сапалы білім, саналы тәрбие беруде шығармашылық ізденіс, озық тәжірибе танытып, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, аянбай еңбек еткеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта ел игілігі үшін аянбай еңбек етіп, елдің ыстық ықыласына бөлене беруіңізге тілектеспін. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық пен береке, қызметіңізге шығармашылық, табыс тілеймін. Құрметті Құлмырза Гүлжазира Айтжанқызы. Дәл осындай алғыс хатпенен Чулибаева Ұлданай Дінмұхамедовна марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпенен құрметті Сайлауова Айгүл Қалдыбекқызы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпенен құрметті Мұхамедова Ақерке Мырзакеремовна марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпенен құрметті Жолдасбекова Ғазиза Сейтхановна марапатталады. Келесі алғыс хат иегері құрметті Тұрсынбаева Динара Темировна марапатталады. Ал қыздар марапаттары құтты болсын. Мінеке көпшіліктің атынан баршаңызға алғыс айтам. Жеңсіздігіңіз сізге де үлкен алғыс, үлкен рахмет. Әрдайым бізге қолдау білдіріп жүресіз. Еңбегіңіз жемісті болсын.